Сәлем қымбатты достар! Сүйікті музыкалық арналарыңыз қосылы болғанына қуаныштымын. Бұл Кино Чаплин чарт бағдарламасы. Зымырандай зулап өткен аптаның қорытындысын жасайтын уақытта келіп жетті. Біздің фильмдердің хит парадында қандай жаңалықтар болып жатыр екен? Көрермендер қай картинаға көп жиналды екен? Оны бірге білетін боламыз. Сіздермен мен Ақерке, сонымен үздік ондыққа көшейік. Бұл аптаның ондығы ерекше фильмнен бастауын алып жатыр. Несімен ерекше екен? Бірінші, үздік ондыққа кіріп үлгерді, ал екінші ерекшелігі сюжетінде. Болашақта жер шарын ауқымды эпидемия жаулап алып, вирустың салдарынан әлемдегі барлық әйелдер мерт болады. 10 жыл бойы жер шарында тек ер азаматтар ғана тіршілік етіп келеді. Басты кейіпкеріміз адамдардан барынша аулақ жүріп, орманда өмір сүруге мәжбүрлі. Өйткені оның қызы әйелдер қауымының ең соңғы өкілі. Алайда күн өткен сайын жасырын өмір сүру қиындай түседі. Бұл фильмнің хит парадымыздағы орны жоғарыласын десеңіздер, сеансқа асығыңыздар. «Свет моей жизни» 10-шы орын. Ал 9-шы орында Агливиль қаласының тұрғындары. Бұл қаланы картадан емес, кинотеатрдан іздеңіздер. Агливиль тұрғыны Мокси есімді қуыршақ өзінің Док, Бабо, Окс және Бет есімді қуыршақ достарымен саяхатқа аттанады. Жаңа кейіпкерлермен танысып, неше түрлі қызықты талас-тартыстарға тап болады. Осындай мультфильмнен кейін балаларыңыздың көңілі көтерілетініне кепілдік береміз. 9-шы орында Ugly Dolls көк қыз характері мультфильмі. Жаз аяқталса да, кейбір жандар үшін жазғы демалыстар әлі біте қойған жоқ. Мүмкіндік болса, мен де Мексикалық аралдардың бірінде демалар едім. Демалыстың басты талабы қауіпсіздік. Ал келесі фильмнің кейіпкерлері бұл жайында ұмытып кеткен секілді. Демалысқа келген құрбылар суасты үңгірдің көрінісін көру үшін терең судың түбіне сүңги бастайды. Нағыз қауіп осы кезде басталады. Кенеттен ойламаған жерден акулалар пайда болады. Ал енді бұл тығырықтан кімдер аман қалады екен? Бұл бізде «Синяя бездна 2» фильмі. 8-ші орын. Егер сіз қорқынышты оқиғалар атты ескі кітап тауып алып, оның ішіне сіздің атыңыз жазылып тұрса, және де сол кітаптың оқиғасы сіздің өміріңізде қайталанса, не істер едіңіздер? Қорқыныш сезімі ұялады ма? Демек, 7-ші орында қорқынышты фильм. Бұл оқиға шағын қалада орын алған. Жасөспірімдер тастанды үйдің ішінен ескі кітап тауып алады. Кітапты ашқан бойда олар елестер мен құбыжықтардың тыныштығын бұзады. Ал кітаптың ішінде кімнің есімі болса, елестер сол адамның соңына түседі. Жасөспірімдер енді нағыз зұлым күшке қарсы тұрулары керек. Иә, мұндай оқиғадан кейін кітап оқуға қорқатын боларсыздар. Сонымен «Страшные истории для рассказа в темноте» хит парадымыздың 7-ші орнына жайғасты. Паразиты. Бұл фильмнен жалығу мүмкін емес. Көрермендер әлі күнге дейін бұл фильмге көптеп жиналып жатыр. Жалпы сюжеттің ортасында қарапайым отбасы. Жұмысынан айырылған әке, жұмыссыз жұбайы және олардың қызы мен ұлы. Бұл отбасының ұлы Гитхэк жұмысқа орналасу үшін жағдайы өте жақсы Пак әулетімен танысады. Кейін олар жоспар құрып, сол әулеттің есебінен байып кетуді мақсат етеді. Айта берудің қажеті шамалы. Чаплин кинотеатрлар желісіне келіп, көрсеңіздер болады. Үздік бестіктен түспей жүрген «Паразиты» фильмі бұл жолы 6-шы орынға түсіп қалды. Чартымыздың дәл ортасында әзілге толы экшн, форсаж, Хоббс и Шоу. Иә, нағыз шоудың көкесі осы картинада. Бірін-бірі жек көретін Люк Хоббс пен Декарт Шоу әлемнің қауіпсіздігі үшін және отбасыларының қауіпсіздігі үшін қылмыстық топтың көшбасшысымен шайқасатын болады. Оны жеңу үшін оларға көмекке достары мен туысқандары да қосылады. Сонымен бұл керемет туындыны өздеріңіз көрген абзал. Форсаж, Хоббс и Шоу хит парадымыздың 5-ші орнында. Ауылдан қалаға келген кезде үйреніс алмай, көзге түсіп қалатын кездеріңіз болды ма? Ал бұл фильмнің кейіпкері де тура сондай. Дора джунглиден қалаға көшіп, жаңа мектепке келеді. Қаладағы өмірге үйрену қиындай бастайды. Алайда Дораны достарымен бірге джунглиге апаруға тура келіп отыр. Себебі оның ата-анасы қауіпті жағдайда. Иә, бұл фильм қалай болғанда да өте керемет шыққаны сөзсіз. 4-ші орын «Дора и затерянный город». Ал 3-ші орында Тарантиноның 9-шы фильмі. Бұл фильмге кімдердің түскенін қайта айтудың қажеті жоқ секілді.
Картина жайында. 1969 жылдың жаз айы Лос-Анджелес қаласы бұрынғы телешоу жұлдызы Рик Далтон өзінің досы Клифф Бутпен бірге үлкен кино әлеміне кірер есікті іздейді. Сол уақытта олардың жанында қылмыскер музыкант Чарли Мэнсон басшылық ететін қылмыстық отбасы бұрыс дүние рәсімдермен айналысып, адамдарға зорлық-зомбылығын көрсете бастайды. Оқиға немен аяқталар екен? «Однажды в Голливуде» фильмі осы аптада тағы да 3-ші орында. Арыстан патша бұл Уолт Дисней компаниясының 25 жыл бұрын шығарған мультфильмі. Ал қазір керемет фильм. Сюжетпен барлығыңыз таныссыздар, оған күмәнім жоқ. Соның өзінде де бұл мультфильм көрермендермен қоштасқысы келмейді. Біздің Чаплин кинотеатрлар желісінде бұл фильмнің қазақша нұсқасы бар екенін айта кетейін. Көп көрермендердің арқасында Арыстан патша бүгін тағы да күміс жүлдені қанжығасына байлады. 2-ші орын. Ендеше жеңімпазды айтайық. Тоқтай тұрыңыздар. Алдымен 10-ші орыннан 2-ші орынға дейінгі фильмдерді естеріңізге түсірейін. 10-ші орын «Свет моей жизни». Бүгін 9-ші орында «Ugly Dolls» куклы с характером. Хит парадымыздың 8-ші орнына жайғасқан фильм «Синяя бездна 2». Страшные истории для рассказа в темноте 7-ші орынға жайғасты. 6-ші орында «Паразиты». «Форсаж, Хопс и Шоу» 5-ші орын. 4-ші орындағы фильм «Дора и затерянный город». Қола жүлде «Однажды в Голливуде». 2-ші орын күміс жүлде «Арыстан патша». Алдағы уақытта жаңа фильмдер көрсетілімге шығады. Оларды да атап өтейік. 1997 жылғы Кореядағы ұлттық дағдарысты суреттейтін жаңа фильм «Дефолт». Бернадет расымен де қайда жоғалып кетті екен? Жуырда «Куда ты пропала, Бернадет». Құрбылар арасындағы түсініксіз жағдай қалай аяқталады екен? Материнский инстинкт. Қалаға демалысқа келіп, сол қаладан шыға алмай қалатын кездер сіздің басыңыздан өтті ме? Демек, сіздер өзіңізді Одесса фильмнен табасыздар. Сонымен, біздің жеңімпаз тағы да Angry Birds 2. Танымал ойынның жүйесіне жасалған бұл мультфильм осы аптада көптеген көрермендерін жинады. Бұрын құстар мен доңыздар соғысушы еді, ал 2-ші бөлімінде оларға достасуға тура келеді. Себебі олардың мекен ететін аралына қауіп төніп тұр. Жай ғана қауіп емес, өте суық мұзды аралдың аязы келе жатыр. Доңыздар мен құстар енді өз аралдарын құтқару керек. Сонымен 1-ші орын Angry Birds 2. Сонымен аптаның қорытындысы осындай болды. Сіздермен жүздескен Ақерке, көріскенше.